Сәлем құрметті достар. Бүгінгі сабақта математика сауаттылықтағы мода, медиана, өзгеріс ауқымы тақырыбын талдайтын боламыз. Және де тақырыпқа байланысты көптеген жаттығуларды қарастырамыз. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Берілген сандар қатарының модасы, медианасы және өзгеріс ауқымы. Берілген сандар қатарының модасы. Берілген сандар қатарының жиілігі ең көп сан, сол сандардың модасы болады. Яғни жиілігі ең көп дегеніміз ең көп қайталанып тұрған сан. Мысалыға бірінші мысал қарастырып көрейік. Бізге А, Б, С, Б, А, Д, А деген сандар берілген. Осы сандардың модасын табу керек. Модасы бізде яғни ең көп қайталанып тұрған бізде А деген санымыз екен. Демек модасы А-ға тең. Екінші мысалда бізде 30, 20, 15, 20, 16, 30 деген сандар берілген. Осы сандардың модасын табу керек. Енді модасы ең көп қайталанып тұрған сан бізде 30 деген санымыз 2 рет қайталанып тұр, және 20 деген санымыз 2 рет қайталанып тұр. Және қалған сандар бір реттен қайталанып тұр. Демек ең көп қайталанып тұрған сан 20 және 30 деген санымыз екен. Енді 20 және 30 деген санымыз осы сандар қатарының модасы болады. Не үшін 20 мен 30 деген сан болды? Себебі екеуі де 2 реттен қайталанып тұрғандықтан модасы 20 мен 30 болады екен. Келесі мысал. Нұрбектің 2 ай ішінде апта сайын 8 рет тапсырған байқау сынағында математикадан алған ұпайлары. Мынадай ұпайлар алды. Нұрбектің 2 ай ішінде алған ұпайларының модасын тап. Енді модасы дегеніміз ең көп қайталанып тұрған сан. Мына жерде қарасақ, ең көп қайталанып тұрған сан бізде яғни 24 сияқты 3 рет қайталанып тұр. Демек модасы 24-ке тең болады. Енді келесі тақырыбымыз берілген сандар қатарының медианасы. Енді сандар қатарының медианасын табу үшін берілген сандарды өсу немесе кему ретімен жазып алу керек. Осылайша өсу ретімен кему ретімен жазғаннан кейін қақ ортасындағы сан табуымыз керек. Қақ ортасындағы сан сол сандар қатарының медианасы болады. Егер берілген сандар саны тақ болса, онда медиана ортадағы бір ғана сан болады. Егер сандар саны жұп болса, онда медиана ортадағы екі санның арифметикалық ортасы болады. Мысалы қазір теория жүзіне қарағанда практикадан көп ақпарат аласыздар. Енді қараңыздар. Біріншіден 3,2, 4, 5,1, 7, 9 деген сандар берілген. Осы сандардың медианасын табыңыз деп сұрақ қойды. Медианасын табу үшін бірінші өсу немесе кему ретімен жазып алу керек. Мен қазір барлығын өсу ретімен жазып алдым. Және осы сандардың медианасын табу үшін қақ ортасындағы сан табам. Бізде қақ ортасындағы сан бізде 5,1. Демек бұл сандардың медианасы 5,1-ге тең екен. Келесі екінші мысал. Енді екінші мысалда мен керісінше кему ретімен жазып алдым. Енді өсу ретімен жазсаңыздар да, кему ретімен жазсаңыздар да екеуі де бірдей сан шығу керек. Енді қазір кему ретімен жаздым. Бізде 6, 6, 5, 4, 3, 2 деген сандар берілген. Осы сандардың медианасын тап дейді. Медианасын табу үшін қақ ортасындағы санды алуымыз керек. Енді бұл жерде сандар саны бізде жұп болып тұр. Жұп болғандықтан қақ ортасындағы екі санның арифметикалық ортасы бұл сандардың медианасы болады. Яғни қақ ортасындағы екі сан бізде 5 және 4 деген сан. Осы санның арифметикалық ортасын табу үшін екеуін қосып 2-ге бөлеміз. Сонда бізде медианасы шығады екен. 5-ке 4-ті қоссақ 9, 2-ге бөлсек 4,5. Енді 4,5 берілген сандар қатарының медианасы болады екен. Келесі берілген сандар қатарының өзгеріс ауқымы деген тақырып. Енді берілген сандар қатарының өзгеріс ауқымы дегеніміз ондағы ең үлкен мән мен ең кіші мәннің айырмасы дейді. Мысалыға бізге 14, 15 және 16 деген енді 3 санды аласыздар, 3 сан берілген. Осы сандардың өзгеріс ауқымын табыңыз деп сұрақ қойса, ең үлкен санны, яғни 16-дан ең кіші санды азайтамыз, яғни 14-ті. Екеуінің айырымы 2-ге тең. Демек өзгеріс ауқымы 2 шығады екен. Мысалы қарастырып көрейік. Наурыз айының бірінші аптасындағы ауаның тәуліктік орташа температурасы мынандай градустар болды. Осы аптадағы ауаның тәуліктік орташа температурасының өзгеріс ауқымын табайық дейді. Енді ең үлкен градустан ең кіші градусты ең азайтсақ, екеуінің осы сандардың несі шығады екен? Өзгеріс ауқымы шығады екен. Ең үлкені 8 градус, ең кішісі бізде 3 градус, екеуінің айырымы 5 градусқа тең. Демек өзгеріс ауқымы 5 градус шығады екен.
Енді 3 тақырыпта сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді тест тапсырмаларын орындайық. Бұл тест тапсырмалары ұбт-дағы математика сауаттылық тест кітапшаларынан алынған, яғни осы 3 тақырыпқа байланысты тест есептері. Бірінші тапсырма. Мынандай бізде сандар берілген, осы сандардың модасын тап дейді. Бізде жаңа мода деген қандай еді? Ең көп қайталанып тұрған сан. Бізде ең көп қайталанып тұрған сан бізде 1,16 сияқты 2 рет қайталанып тұр. Қалған сандардың барлығы 1 рет. Демек, модасы 1,16-ға тең болады екен. Келесі есебіміз. Аяқ киім дүкенде бір күнде 15 жұп аяқ киім сатылды. Егер өлшемдері төмендегідей болса, онда өлшемдерінің сәйкесінше модасы мен медианасын тап дейді. Енді бірінші модасын, екінші медианасын табу керек. Енді олай болса, вариант бойынша жұмыс жасақ та болады екен. Бірінші қатарда модасы тұрады, екінші қатарда медианасы тұрады. Енді бірінші қатар модасына қарайтын болсақ, бізде 41 немесе 42 деген сан шығу керек екен. Енді 41 мен 42-ні салыстыра салайық. 41-ден бізде 1, 2, 3, 4 екен, 42-ден 1, 2, 3. Демек, біздің модамыз 41-ге тең екен, модамыз 41-ге тең екен. Енді медианасын табу керек. Медианасы емес, сандарды өсу ретімен немесе кему ретімен жазып, қақ ортасындағы санды алу керек. Енді ол өте ұзақ уақыт алатын сияқты. Ол үшін енді медианасын табу үшін мына бір әдісті пайдаланса болады. Яғни ең үлкен сан және ең үлкен саннан біреуін, ең кіші саннан біреуін қысқарту арқылы ортасындағы санға жетсек болады екен. Ең үлкен сан 44, ең кішісі 38. Ең үлкен сан 43, ең кішісі 39. Ең үлкен сан 43, ең кішісі 39. Ең үлкен сан бізде 42, ең кішісі 40. Ең үлкен сан 42, ең кішісі 40. Ең үлкен сан 42, ең кішісі 41. Ең үлкен сан 41, ең кішісі 41. Бізде тек қана қандай сан қалды? Мына жақта 41 деген сан қалды. Демек, медианасы 41 екен. Бізде 41-ге 41 деп тұрған А вариантында. Келесі. Кестеде 10-шы А сынып оқушыларының 10 күндегі сабаққа қатыспағандығы туралы мәлімет берілген. Мәлімет бойынша сабаққа келмеген оқушылар санының сәйкесінше модасы мен медианасын тап дейді. Сабаққа келген күндері оқушылар саны. Бізге астын қатар керек екен, оқушылар санының сәйкесінше модасы мен медианасын тап дейді. Енді модасын табу үшін ең көп қайталанып тұрған сан бізде 2. Демек, модасы 2-ге тең. Енді медианасын табу үшін жаңағы қақ ортасындағы санды алу керек. Өте көп сан екен. Сол үшін үлкенінен біреуін, кішісінен біреуін өшіреміз. Үлкенінен біреуін, кішісінен біреуін. Үлкенінен біреуін, кішісінен біреуін. Үлкенінен біреуін, кішісінен біреуін. Енді бізде сандар саны жұп болғандықтан, ортасындағы қалған 2 санның арифметикалық ортасынан, яғни 2 деген 2 сан қалды. Осы 2 санның арифметикалық ортасы 2-ге тең. Екеуін қосып 2-ге бөлсек 2 шығады. Демек, бізде модасы, медианасы 2-ге тең. Бұл бізде Е вариантында. Келесі. Төмендегі бір тәулікте ауа температурасының өзгерісі берілген. Мынандай градустар тәулік ішіндегі температураның өзгеріс ауқымын анықтайды. Яғни, өзгеріс ауқымы ең үлкен саны ең кіші санды айырмасына тең. Ең үлкені 28 градус, ең кіші бізде 15 градус. Екеуінің айырмасы қаншаға тең болады бізде? 13 градусқа тең болады. 13 градус дегеніміз бізде В вариантында екен. Келесі соңғы есеп, яғни 5-ші есебіміз 5-ші сыныптағы 22 оқушының бойларын өлшет дейді. Диаграмма бойынша оқушылардың бойларының өзгеріс ауқымы дейді. Бойлары. Мынау OX деген өсіміз, көлденеңінен жатқан бұл бойлар екен. OY деген өсім, яғни тік орналасқан бұл оқушылардың саны екен. Енді бойлары 4 оқушының бойы 132 см дейді. Бойы 132 см. Сәйкесінше бізде 10 оқушының бойы 135 см. 135 см. Және де 2 оқушының бойы 141 см. Және де 6 оқушының бойы 143 см. Енді осы жерде өзгеріс ауқымын табу керек. Өзгеріс ауқымы дегеніміз бойларындағы, яғни ең үлкен саннан ең кіші санның айырмасына тең. Бұл жерде ең үлкен сан 143, ең кішісі
32. Екеуінің айырмасы бізде 11-ге тең. Демек өзгеріс ауқымы 11-ге тең болады екен. Достар, бүгінгі сабақта мода медиана өзгеріс ауқымы тақырыбын және де тақырыпқа байланысты көптеген жаттығуларды қарастырдық. Жалпы тақырып сіздерге толық түсінікті деген ойдамын. Егер сабағымыз ұнаса, каналымызға жазылып, қоңырауша батырмасын басып, жаңа бейне сабақтарымызды күтіңіздер. Ал ендеше келесі сабақта кездескенше.